Сайын көшесіндегі қыздың тағдыры. Шынайы өмірден алынған көркем хикая. Сайын көшесі күндіз қарасаң, жай ғана ескі дүкендері мен тозығы жеткен үйлері тізілген, шаң шыққан тар көше. Адамдар асығып өтіп барады, ешкім ешкімге қарамайды. Бұл көшеде күндіз өмір бар сияқты. Ал түн түскенде Сайын көшесі басқа әлемге айналады. Көше шамдары әлсіз жанып, сары жарықпен жерді әрең сипайды. Қабырғаларға жабысып қалған көлеңкелер ұзарып, қыздардың мүсінін қорқынышты етіп көрсетеді. Сол көлеңкелердің ішінде өз тағдырын саудаға салған қыздар жүреді. Олардың бірі Айжан еді. Ол бұл көшеге келуді ешқашан армандаған жоқ. Ол бір кезде жай ғана мектептен жүгіріп келіп, анасының етегіне жармасатын кішкентай қыз болған. Апа, мен мұғалім болам дейтін ол бала күнінде. Бірақ армандар кейде үйде ұзақ тұрмайды. Әкесі ішімдікке салынып кеткен. Анасы сырқат. Үйде 4 бала. Бар үміт, жалғыз үлкен қыз Айжанда. 17-ге толғанда ол ауылдан қалаға аттанды. Қалтасында аз ғана ақша. Жүрегінде үлкен үміт. 1-2 жыл шыдаймын. Ақша табам. Бауырларымды аш қалдырмаймын деп өзіне серт берді. Ал қала әлсіздерді жұтып қояды. Алғашқыда ол кафеде ыдыс жуды. Қолдары жарылып түнге дейін шаршап жүрді. Ал тапқаны пәтер жалдауға да жетпейтін тиын-тебен. Ақыры бір танысының үйіне кірді. Сол адам оның сенімін пайдаланды. Сол бір түн Айжанның өмірін мәңгіге өзгертті. Ол сол сәттен бастап бұрынғы Айжан болудан қалды. 6 айдан кейін ол өзін Сайын көшесінде тапты. Түнгі суықта жұқа күртешесін қымтай ұстап, жол жиегінде тұрған қызды бір көлік тоқтатты. Терезе сәл ашылды. Бағасы қанша? Айжан жауап берген сайын, ішінен бір нәрсе өліп бара жатқанын сезді. Ақша ең ауыр емес еді. Ең ауыры адамдардың көзқарасы. Олар оған адам деп емес, зат сияқты қарайтын. Ал Айжан әр түн сайын тар бөлмесіне келіп, жастығына бетін басып сыбырлайтын. Апа, кешір, мен басқа жол таба алмадым. Бірақ ең қорқыныштысы, бұл көшеде жүрген қыздардың көбінің жасы 20-ға да толмаған. Бірі қорланған, бірі алданған, бірі аштықтан келген. Ал сырттан қарап тұрғандар өздері кінәлі дейді. Бірақ ешкім сұрамайды. Сені бұл көшеге кім итеріп әкелді? Сайын көшесі түнде тірі сияқты. Көліктер баяу сырғып өтеді. Еркектердің көзі суық. Қыздардың жүзі шаршаған. Айжан сол түнде алғаш рет сол көшеде тұрды. Жүрегі кеудесіне сыймай соғып тұр. Қолдары тоңғаннан емес, қорқыныштан қалтырайды. Қасында тұрған қыздар оған қарап жымиды. Бірінші күнің бе? Деді қара шашты, көзі суықтау бір қыз. Иә, деді Айжан әрең. Есіңде болсын, деді ол, мұнда ешкім жаныңды ойламайды. Тек ақшаңды ғана. Айжан жан-жағына қарады. Бір қыз жылап тұр. Екіншісі бір көліктің терезесіне еңкейіп сөйлеп жатыр. Үшіншісі телефонға қарап, үнсіз темекі шегіп тұр. Осы жерде бәрі жалғыз еді. Кенет бір еркек тоқтады. Айжанға қарап, сен кел, деді. Айжан бір сәт орнынан қозғала алмай қалды. Аяқтары ауырлап кеткендей. Бірақ амал жоқ, барды. Ол көлікке отырған кезде бала күнде әкесінің мотоцикліне мінгені есіне түсті. Сол кезде ол қорықпайтын. Ал қазір бүкіл әлемнен қорқады. Көлік жүріп кетті. Сайын көшесінің шамдары артта қалып, бір-бірлеп жоғала берді. Ал Айжан сол шамдармен бірге өз үмітінің бір бөлігін де жоғалтты. Әлі бөлім. Ләйлә. Сол түні таңға жуық Айжан қайтадан көшеге оралды. Жаны ауырып тұрды. Көзі қызарып кеткен. Қасында тұрған бір қыз оған жылы сөз айтты. Атың кім? Айжан. Мен Ләйлә, бұл жерде тірі қалғың келсе, жалғыз болма. Ләйлә Айжанға ыстық шай әкелді. Бұл ұсақ нәрсе еді, бірақ сол сәтте Айжан үшін ол адамдықтың белгісіндей болды. Сен мұнда қалай келдің? Деді Ләйлә. Айжан үндемеді. Тек көзінен жас ақты. Мұнда бәріміз бірдей келмедік, деді Ләйлә жай ғана. Бірақ бәріміз бірдей қалдық. Сол сәттен бастап Айжан бұл көшеде жалғыз емес екенін сезді.
Бірақ бұл жұбаныш емес, тек ортақ қасірет. Сайын көшесінде ең қымбат нәрсе ақша емес еді. Ең қымбат нәрсе бір ауыз шынайы сөз. Айжан сол түні Ләйлямен бірге тұрды. Көліктер өтіп жатыр. Еркектердің көзінде құмарлық пен салқындық аралас. Қорықпа, деді Ләйля, бірінші ең ауыр. Айжан басын изеді. Ол қорыққанын жасыра алмайды. Сол кезде бір жігіт келіп тоқтады. Даусы жұмсақ еді. Сізбен сөйлессем бола ма? Айжан алғаш рет біреудің оны зат емес, адам деп сөйлегенін сезді. Атыңыз кім? Деді ол. Айжан. Мен Арманмын. Олар біраз тұрды. Сол бір қысқа әңгіме Айжанға дем бергендей болды. Сен бұл жерге ұқсамайсың, деді Арман, көзіңде әлі үміт бар. Айжан көзін төмен салды. Сол түннен кейін Айжан Арманды жиі күтетін болды. Ол келгенде Айжан өзін аз да болса адам сезінетін. Неге кетпейсің? Деді бірде Арман. Қайда барам? Деді Айжан. Ауыл, ана, бауырлар, бәрі алыста. Ал Сайын көшесі оны жібермейтін тор. Ләйля сыбырлады, еркектерге сенбе. Бұл жер үмітті жейтін орын. Айжан іштей қиналды. Бір жағында үміт, екінші жағында қорқыныш. Ал тағдыр дәл сол сәтте оны сынап тұрғанда еді. Сайын көшесінде бір таң тыныш басталды. Бірақ ол тыныштық алдындағы дауылдың белгісінде еді. Ләйля Айжанды ерте оятты. Көрдің бе Мадинаны? Айжан басын шайқады. Мадина ең жас қыздардың бірі еді. Жасы 18-ге де толмаған. Ол түнде кетіп қайтып келмеді, деді Ләйля, даусы дірілдеп. Бұл көшеде қайтып келмеді деген сөз өліммен тең. Қыздар бір-біріне қарады. Ешкім ештеңе айтпады. Бірақ бәрі түсінді. Айжан жүрегін бір суық қысып өткендей болды. Сол күні кешке Сайын көшесіне полиция келді. Көліктер, жарық, айқай. Тексеру, деді бір офицер. Қыздар жан-жаққа қашты. Біреулер ұсталды. Біреулер жылады. Айжан қалтырап тұрды. Арман да сол кезде келді. Ол Айжанды көріп қорықпа деді. Ол алғаш рет біреудің шынымен қорғап тұрғанын сезді. Бірақ сол түннен кейін бәрі өзгерді. Қыздардың бірін алып кетті. Ләйля сыбырлады, бізден біреу азайды. Полиция кеткеннен кейін Сайын көшесі бұрынғыдай емес еді. Қыздардың көзінде үрей пайда болды. Әр көліктің дауысы жүректерін селт еткізетін. Айжан түнде ұйықтай алмады. Мадинаның жүзі көз алдынан кетпеді. Ертең менде жоғалсам ше? Арман сол түні келді. Мен сені бұл жерден алып кеткім келеді, деді ол сыбырлап. Айжан сенбей қарады. Қалай? Менің танысым бар. Жұмыс тауып беремін. Пәтер, бәрін ойлаймыз. Бұл сөздер Айжанға ертегідей естілді. Бірақ Ләйля, сенсең жылап қаласың, деді. Айжан екіге жарылды. Бір жағында қорқынышты шындық, екінші жағында үміт. Келесі күні Арман келмеді. Келесі күні де Айжан уайымдап кетті. Ал кешке Ләйля жылап келді. Ол сен туралы сұрады, деді біреу. Сол түні бір топ еркек Айжанды іздеді. Ол тығылды. Арманның уәдесі сол сәтте күйреді. Айжан түсінді. Бұл жерде үміт ең қауіпті нәрсе. Айжан соңғы кездері өзін жаман сезіне бастады. Бас айналады. Дене қызуы көтеріледі. Түнде қалтырап оянады. Бірақ бұл көшеде ауруға уақыт жоқ. Қыздар ауырып тұрса да жұмысқа шығады. Демал, деді Ләйля. Егер шықпасам, мені қуып жібереді, деді Айжан. Ол ішінен, егер мен кетсем, анам мен бауырларым не болады деп ойлады. Бір күні Айжанға ауылдан хат келді. Анасы жазған. Қызым, бауырларың өсіп келеді. Сен жіберген ақша бізді құтқарып тұр. Бірақ мен сенің даусыңнан бір ауыр нәрсе сезем. Егер қиналсаң, бәрін тастап қайт. Анаң саған ренжімейді. Айжан хатты оқып отырып жылады. Ол анасының ақшадан да өзін ойлайтынын сезді. Айжан сол түні Сайын көшесіне соңғы рет шыққандай сезінді. Ауа суық еді. Көше шамдары әлсіз жанып тұр.
Ол анасының хатын қайта-қайта оқыды. Қайт деген сөз жүрегін тіліп өткендей болды. Айжан Ләйләға мен кеткім келеді деді. Ләйлә ауыр күрсінді. Бұл жерден тірі кету ғажайып. Бірақ Айжан ішінен мен анам үшін тірі қалуым керек деді. Сол түні Айжанға бұрынғы таныс еркектер келді. Олар оның қашқалы жүргенін біліп қойған. Қайда барасың? Деді бірі. Айжан жүрегі аузына тығылып, мен тек үйге қайтқым келді. Олар күлді. Бірақ сол сәтте біреу полиция шақырды. Дау. Айқай. Айжан адамдар арасынан сытылып шықты. Қараңғы көшелермен жүгірді. Сайын көшесі артта қалды. Айжан пойызда отырды. Терезеден қала алыстап барады. Сайын көшесінің шамдары бір-бірлеп жоғалып түнге сіңіп кетті. Оның қалтасында көп ақша жоқ еді. Бірақ жүрегінде бұрын болмаған бір нәрсе бар еді. Үміт. Ауру денесін әлсіретсе де, ол тірі қалуға тырысты. Анасының бейнесі көз алдынан кетпеді. Апамен келем деп сыбырлады. Ауылға жеткенде анасы оны көріп жылап жіберді. Айжан арықтап кеткен. Көзі мұңға толы. Бірақ ол тірі еді. Айжан біраз уақыт емделді. Денесі әлсіреген, жаны жаралы еді. Бірақ анасының қолы, ауылдың тыныштығы оны қайта тірілткендей болды. Бауырлары оны құшақтап, апа, сен тірісің, деді. Айжан сол сәтте түсінді. Ол тек өзі үшін емес, сол көшеде қалған қыздар үшін де тірі қалды. Сайын көшесі әлі бар. Сол көшеде әлі де Айжандай қыздар тұр. Ал Айжанның әңгімесі. Сол қыздардың үнсіз айқайы. Бұл жеңілтектік емес. Бұл тағдырдың тастап кеткендері.